Дұрыс тамақтану арқылы салмақ тастап жүрмін және таңғы асқа ПП сырниктарды осылай дайындаймын. Ингредиенттердің қажет мөлшерінің барлығын описаниеда қалдырамын. Мен бұл рецептте цельнозерновой ұнды пайдаландым. Егер ондай ұн жоқ болса, кез келген ұнды пайдалана беруге болады. Егер глютенге аллергияңыз болмаса, біраз мөлшерде ақ ұнды пайдалансаңыз да ештеңе етпейді. Жалпы мен кей рецепттерде біраз мөлшерде ақ ұнды пайдалана беремін. Ең алдымен творогты сүзбені ыдысқа салып аламыз. Үстіне 2 жұмыртқа қостым. Дәміне қарай сахар заменитель, тұз салдым және ұн салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Жалпы сырниктерге осындай творогтың құрғақтау түрі жақсы. Родина, эмиль сияқты творог түрлерін алсаңыз болады. Массамыз дайын болды. Енді тақтайшаға кішкене ұн сеуіп алып, сырниктерді жасауға кірісемін. Мұндай сырниктерді алдын ала осылай дайындап, морозилкаға салып қойсаңыз болады. Кейін керек кезде шетінен алып пайдалана бересіз. Сүзбеміз құрғақ болғандықтан сырниктер жақсы жасалады. Ең алдымен қолымызбен домалақтап алып, кейіннен осылай формаға келтіріп, барлық сырниктерді жасап шығамыз. Бұл сырниктерді мен ең алдымен сковородкаға кішкене екі жақ бетін қызартып алып, кейіннен духовкада бір 15 минуттай пісіретін боламын. Негізі бірден духовкаға да пісірсеңіз болады, бірақ сковородкаға екі бетін қызартып алсаңыз, әдемі аппетитный болып шығады. Сырниктарымыз дайын болды. Енді сковородканы орташа отта қыздырып, осылай щеткамен кішкене май жағып жібереміз. Енді сковородкаға сыйғанша сырниктердің барлығын тізіп шығамыз. Бір жақ бетін шамамен 3-4 минуттай қызарғанша пісіретін боламыз. Бір беті қызарғаннан кейін екінші жақ бетіне ауыстырып, тағы да 3-4 минуттай пісіреміз. Барлық сырниктерді осылай екі бетін қызартып, сковородкаға қуырып алғаннан кейін противенге тізіп, алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста 15 минуттай пісіріп аламыз. Духовкада 15 минутта сырниктер үлпілдек, жұмсақ, пышный болып пісіп шығады. Дайын болған сырниктерді греческий, турецкий йогуртпен, зеро деген қантсыз сироппен және мезгілдік жидектерден дайындалған джеммен бірге жеуді ұсынамын. Морозилкаға осындай піскен дайын сырниктерді де қатырып қойсаңыз болады. Керек кезінде микроволновкаға ысытып жей бересіз. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыз және менің рецептім сізге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Мен дұрыс тамақтану арқылы салмақ тастап жүрмін және өзім дайындайтын оңай әрі қолжетімді ПП рецепттермен бөлісемін. Таңғы асқа не дайындарыңызды білмесеңіз, міндетті түрде осы сырниктерді дайындап көріңіз. Өте жұмсақ, ауызда еритін дәмді сырниктер шығады.